қаласа сүт келеді. Нарцисстер екі түрлі болады. Патология демей, өздерін өте бейшара сезінеді, бетімізді сипап. Нарциссизм гендерлік ауытқу емес, чуть-чуть запнулась, осы әлемнің центрмін деп қабылдайды. Ал ендеше бастайық. Барлықтарыңызға сәлем. Менің есімім Меруерт, мен психолог-консультантпын. Видео ұнап жатса, пікірлеріңізді қалдырып лайк басып қойыңыз. Видео тақырыбын таңдар алдында мен Instagram парақшамда сауалнама жүргізген болатынмын. Әрине, менің көп жылдық тәжірибемнің ішінде ең көп таралған менің оқырмандарым, тыңдармандарым және клиенттерімнің көп сұрайтын тема бұл нарциссизм тақырыбы. Осы уақыт ішінде менің міндетім мұның қайдан пайда болатынын, не екенін, қандай критерийлары бар, мұндай ауытқулары бар адамдар қалай өмір сүретіні туралы айту, және ең бастысы біз қандай көмек көрсете алатынымызды айту. Менің әріптестерімнің арасында нарциссизм дегеніміз бұл біздің заманымыздың пациенті деген ұғым бар. Шындығында бүгінгі таңда нарцисстік ауытқуы бар деген ұғымнан бастасақ, біріншіден патология түріндегі нарциссизм болатын болса, бұл қиын түзелетін дерт. Және де жер бетіндегі әрбір екінші адамға нарцисстік ауытқу тән, себебі нарциссизм дегеніміз бұл дамудың табиғи бір бөлігі. Біз онсыз өмір сүре алмаймыз, және жер шарындағы ешбір адам өзінде нарциссизм жоқ деп айта алмайды. Біздің күнделікті өзімізге қарауымыз, айнауға қарап, бетімізді сипап, шашымызды сәндеп, таза киімді киюдің барлық нарцисстік белгілері деп есептеймін. Оны жойып тастайтын болсақ, қалай болса, солай өзімізге дұрыс көңіл бөлмей, дүние жүзінде әдемілік деген ұғым болмас еді. Ал бұл сезімнің шамадан тыс артық болуы, аз болуы дегеніміз бөлек жағдай. Ең басынан бастайтын болсақ, нарциссизм қалай түзеледі, қайдан бастама алады, және де ең бастысы не себепті ауытқуы болады. Бала енді ғана туылған кезде, яғни 1 жасқа дейін кезінде, ол өзін махаббат объектісі, осы әлемнің центрмін деп қабылдайды. Яғни балада өзінен басқа ешкімі жоқ деп сезінеді. Бұл кезеңде анасын тұтастай қабылдай алмайды. Анасын тек емізгенде жақындайтын омырау ретінде ғана қабылдайды. Және оны бала осы омырауды өзі жақындатады деп түсініп, осы уақыттан өзін құдіретті сезінеді. Бұл кезде баланың психикасында анасының омырауын емізуге өзі шақырған секілді, сүтті қаласа сүт келеді, қаламаса сүт жоқ деген сияқты процестерді басқаратындай болып көрінеді. Осы уақытта бала өзін бүкіл әлемнің центрі деп ойлайды, анасын толық фигура ретінде қабылдамайды. Біршама уақыт өткен соң 8 ай шамасында баланы бағатын және жақсы көретін объектінің болу себебінен, яғни анасы немесе баланы бағып отырған, немесе осы сәтте жанындағы адамның жылы жүзді болуы өте маңызды. Яғни жай ғана тек тамағын, суын беріп, жөргегін ауыстырып, қолын алып, төсегіне жатқызатын тек функционалды ана ғана емес. Жоқ, анасы сондай бір жылы жүзді, мейірімді болу керек. Ал жылы жүзді, мейірімді дегеніміз ол қандай ана? Бұл дегеніміз ананың балаға эмоционалды ашық, қолжетімді болуы, баланың не сезіп тұрғанын сезе алатын, қарны ашпа, немесе дәретке отырғысы келе ме, немесе баланың қорқыныш сезімінде ме. Себебі нәрестелерде кез келген сезімдер жан-жақты қабылданады, осыларды сезіне алу қажет. Бала 8 айға толғанда өзінің психикасында құдіреттілік, қолынан барлығы келеді деген сезім анасына байланысты екенін түсіне бастайды, анасын көре бастайды, қашан тамақтану керек, қашан ішуім керек деген сияқты қажет, және де менің жан күйім мен анама байланысты тәуелді екенін түсіне бастайды. Егер ең басында анасын тек қана омырау деп қабылдайтын болса, сол 8 айдан кейін анасын толыққанды объект ретінде көре бастайды, сезе бастайды.
Және де осы кезеңде сүю қабілеті пайда болады, яғни бала өзінен бөлек анасын жақсы көре алатын қабілетке және де өзі анасының арасындағы айырмашылықты түсіне бастайды. Осы сәт нарциссизмнің түзілуіндегі ең маңызды сәттердің бірі. Бұл кез екінші нарциссизмнің пайда болатын уақыты. Бірінші нарциссизм баланы құдіреттілігі, қолынан барлығы келетіні, әлемнің центрі екенін сезінуі, ал кейінірек анасының бар екенін түсіну, махаббатын білдіру және осы анасын жақсы көру арқылы біршама уақыттан соң 3 жасқа қарай анасының махаббатын өзіне алады. Яғни бұл кезде анасының балаға деген мейіріммен қарауы, анасының балаға деген қошаметін айтуы, мақтауы деген сияқты балада өзін бағалау, жақсы көру, басқа адамды жақсы көру деген сияқты көру қабілеті түзеледі. Бірінші нарциссизм мен екінші нарциссизмге өту кезеңде балаға анасының жақсы көрген сүйіспеншілік көзқарасы жетпесе, жарақат пайда болады. Орысша айтқанда бұл травма. Бұл дегеніміз не? Бұл дегеніміз, мысалы, анасы босанғаннан кейінгі депрессияда болса, немесе ажырасуды басынан кешіп жатса, немесе босау қиын өтіп ата-аналар арасында араз жағдай болса, яғни қандай да бір ана бала үшін тек функционалды ететін бір жайттың болуы. Біз сіздермен нарциссизмнің ұрпақтық кесіндісі жайында айтып отырғандықтан, яғни бұл 70-ші жылдардың соңы мен 80-ші, 90-ші жылдардың басында туылған балалар болғандықтан, бұл ұрпақтағы балалар қазіргі таңда жаппай нарцисс. Себебі бұл кездегі тарихи моментке көз салсақ, осы уақытта босанған ата-аналар жұмыспен белсенді айналысуда болған. Кей жерлерде тіпті күн көріс қиындау болған. Балалардың өзге басқа нәрселермен қолдары босамаған бөбекжай периоды болған. Мысалы, қазір бөбекжайларға, орысша айтқанда ясли, мемлекеттік деңгейде тыйым салынған. Көбінесе 1,5-2 жастан бастап қабылдайды. Мүмкін бұл деректер менің тарапымнан толыққанды дерек емес шығар, бірақ дегенмен сол уақыттарда 7-8 айларында балаларды сол бөбекжайларға қабылдайтын болған. Сондай-ақ баланың өмірінде бала күтушілері пайда болған. Балаларды ата-әжелерге қалдырып ата-аналар ақша табуға кеткен. Яғни орташа есеппен 1,5 жастан 3-4 жасқа дейінгі аралықта анасының қашықта болу себебінен нарциссизм бастамасының жарақаты пайда болады. Сол себепті нарциссизмді ауытқу немесе жарақат деп танитын маңызды критерийлардың бірі бұл қарым-қатынастағы басқа адамды көре алмау. Нарциссизм гендерлік ауытқу емес. Сәлден кейін мен сіздерге бұл әңгіменің сізге немесе сіздің серіктесіңізге, әйеліңізге бар ма жоқ па екенін түсіндіріп өте кетемін. Әйел адамдарда, ер адамдарда да нарцисстік ауытқу болады, және де сіздер мұны патология деп шошымаңыз. Егер сіздерде асқазандарыңыз ауытқу болса, сіздер оны патология емес, тамақтану кезінде сәл дағдылануды қажет ететін өзіндік ерекшелік деп түсінесіздер ғой. Сондықтан да бұл да сондай жайт. Сондықтан да бұл нарцисстік ауытқуды патология демей, кәдімгідей бір ерекшелік деп қабылдаңыздар. Нарцисстер екі түрлі болады. Біреуі ашық нарцисстер. Олар ауқымды нарцисстер, өздерін өз әлемдерінде ең күшті құдай сияқты жасап алған нарцисстер. Нарцисстік ауытқулары бар көшбасшылар өте көп. Шарт бойынша өте ауқымды ашық нарцисстер мұны өздерінің биліктерінде, күштерінде көрсетеді. Тек мен ғана шеше аламын деген ұғымды білдіріп отырады.
Нарциссизмнің екінші түрі бұл жабық нарцисстер. Олар жұқа терісті деп айтады. Олар керісінше өздерін өте бейшара сезінеді, ешқашан мұны мойындамайды және ешқашан дауыстап айтпайды. Бірақ іштей өздерін солай сезінеді. Олар өздеріне ауқымды нарцисстерді іздеп, соларға қосылып, өздерін солай сезінеді. Олар өздеріне дос болуға, немесе жандарына жұмыс жасауға, немесе жолдастары ретінде өте жемісті, ауқымды адамды таңдайды. Солардың жандарында өздерін мен де бірдеңеге тұрамын-ау деп сезінеді. Сонда мысалы жұп болса, ондағы жұқа терісті, жұқа қабатты нарцисстік ауытқуы бар. Адам, әйел немесе ер азамат серіктесінен тәуелді сезінеді. Және де өзі ешқалай өзінің дербестігін құра алмайтынын болып көрінуі мүмкін. Ол үшін жанындағы күшті біреудің болуы өте маңызды. Немесе егер бұл күшті адам менен кетіп қалса, мен барлық күшімді жоғалтып аламын. Яғни бұл жерде шамалы тәуелділік пайда болады. Сонымен ауқымды нарцисстер бар, және ең басында мен абьюз жайында айтып кеткен болатынмын. Ал абьюз дегеніміз не? Абьюз дегеніміз қарым-қатынаста болатын әр түрлі зорлық-зомбылық түрлері бар көрініс. Эмоционалды, физикалық, рухани зорлық, яғни сіздің қандай да бір құндылықтарыңызды, қандай да бір тұтастығыңызды құнсыздандырып, кейде тіпті толық құнсыздандырып тастайды. Міне осындай ашық ауқымды нарцисстердің арасында абьюзивті қарым-қатынас жиі кездеседі. Себебі, қайталап айтамын, ашық ауқымды нарцисстерде қарым-қатынаста екінші адам болмайды. Олар жолдасын өзінің жалғасы деп есептейді. Ал екінші типті нарцисстер жабық немесе жұқа терісті, олар керісінше өздерін екінші адамның бір бөлігі немесе жалғасы деп есептейді. Айырмашылығын түсіндіңіздер ме? Бірінші жағдайда нарцисс өзін ең басты адам деп есептесе, екінші жағдайда ол нарцисстік ауытқу, бірақ бұл жерде адам өзінің екінші адамның жалғасымын деп есептейді. Құрметті оқырман, бүгіндікке бұл тақырыпты аяқтаймын. Менен қатты алыстамаңыздар. Келесіде бұл видеоның жалғасы болады. Сондықтан да өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырып, сұрақтарыңызды қойып, лайктарыңызды басып, менің каналыма жазылыңыздар. Келесі кездескенше.